Сәлем достар, сіздерге творогтан жасалатын өте дәмді, нәзік, жегенде ауызда еритін оп-оңай жасалатын хачапури рецебін ұсынғым келеді. Ол үшін творогқа ұнды, тұзды, разрыхлительді салып, араластырып, формамызға пергамент немесе фольганы төсеп, үстінен жаңағы массадан хачапуридің формасын шығарып, ортасынан вилкамен тесіп, пешке 200 градуста 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Содан кейін шығарып, үстіне тергіленген сырымызды төсеп, жұмыртқаның сарысын салып, тағыда 5 минут пісіріп аламыз. Мінекей осындай өте дәмді хачапури дайын болды. Бізге қатты ұнады. Көріп тұрғаныңыздай өте нәзік, сырлары созылып, өте дәмді болып піседі. Творог жемейтін менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер.